Сәлем достар, менің есімім Дінмұхаммед. Сіздермен бірге бүгін біз болашағы жоқ, болашағы қараңғы немесе бұлыңғыр мамандықтар туралы айтатын боламыз. Бірінші мамандық бухгалтерия мамандығы. Бухгалтерия мамандығының болашағы жоқ деп айтуымыз кішкене ерте болуы мүмкін, бірақ кейбір факторларға қарасақ, заманауи технологиялардың дамуы, жасанды интеллекттер, арнайы есептегіш стандарттық құралдар пайда болуына, яғни көбеюіне байланысты бұл мамандықтардың сұранысы азаюы мүмкін. Себебі бұрындары 5-6 адам бір жерде бухгалтер болып жұмыс істесе, болашақта тек қана бір ғана адам жұмыс жасауы мүмкін. Сол себепті бұл мамандықты сызып тастаймыз. Қазіргі таңда байқағандарыңыздай жасанды интеллекттің мүмкіншіліктері арта түсті. Оның бір ұшы режиссерлық саласында жұмыс істейтін мамандық иелеріне де тиді. Қалай деп сұрасаңыздар, қазіргі таңда кез келген сценарийді жасанды интеллектке салу арқылы сол сценарийге ұқсатып, ол кез келген фильмді, видеоны жобалап түсіріп береді. Мысалға, Турция мемлекеті 3071 атты фильмді осы жылы жарыққа шығармақшы. Егер де дәл сондай фильмдер көбейе берсе, онда режиссерлық мамандық иелерін де біз орындарынан босатуымызға тура келеді. Бұрындары шетелге баратын болсақ, міндетті түрде тур агенттерге жүгінетінбіз, оларсыз шетелге шығу мүмкін емес дей көрінетін. Бірақ қазіргі таңда сіздің қолыңызда смартфоныңыз болса, Wi-Fi-іңіз болса, үйде отырып кез келген мемлекетке билет алып, кез келген мемлекеттен қонақүй жалдау арқылы үйден шықпай-ақ бәрін жасай аласыз. Сол себепті болашақта бұл тур агенттердің де бизнесі қолдауы мүмкін. Ал енді сендерге болашақта қандай мамандық таңдау керек екенін, қандай мамандықтың болашағы көп және жалақысы да көп екендігін келесі видеода айтамыз. Оған дейін біздің инстаграмымызда өтіп, дайректке чек-лист сөзін жазып кет, біз саған тегін пайдалы чек-листтер беретін боламыз.